Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri an Abi Abdullah Zübeyir ibn Avvam radıyallahu anhudan kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz ayettiydi. Li en ye'huza ahadukum ahbulehu thumma ye'tiyel cebel feye'tiye bihuzmetin min hatabin ala zahrihi feyebi'aha feyekuffallahu biha vecehu hayrun lehu min en yes'elen nase a'tavhu ev mena'uhu deydi. Bu hadis İmam Bukhari'nin hadis kitabında gelgen. Peygamberimiz aytadi, bir kişi deydi, özünün jibini alıp koluna, сөйтіп тауға қарай барып, таудан барып отынын теріп, сөйтіп сол отынын арқасына арқалап келіп, адамдарға келіп, соны азғантай ғана ақшаға сатып, сол азғантай ғана ақшасымен өмір сүруі, барып біреулердің алдына барып, маған жәрдем бересің ба, маған ақша бересің ба, маған бересің ба деп тұрғаннан абзал дейді. Ол адамдар оған беруі де мүмкін, бермеуі де мүмкін дейді. Бірақ кім сол жоқ мен адамдардан сұрамайым, мен Аллахтан сұрайым деп өзінің қолынан қандай кәсіп келеді, сол кәсібіне кірісіп, сол жұмысын жасап, сол жұмысында қанша ақша табады. Ол көп таппауы да мүмкін, көп табуы да мүмкін. Тапқан нәрсесіне қанағат етіп, міне Алланың маған халал қылып берген, өзі разы болып берген, және ертең қияметте менен разы болатын ризқы міне осы екен, мен Алла сенің маған ризық қылып мен үшін бөліп берген нәрсеңе разымын деп сонымен өмір сүруі, адамдардан барып сұрап, маған керек еді, менің жағдайым нашар еді, маған ақша керек еді, маған киім керек еді, маған үйтіп бересің бе, маған бүйтіп бересің бе деп сұрап өмір сүргенінен абзал дейді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Ондай болса, кешегі сабағымыз айтқанымыздай, әр еркек азанда көшеге ризық несібе іздеп шығады. Және де шамасы жеткенше халал жолмен амал жасайды. Диханшысы диханшылығына барады, мал шаруашылығына барады, таксовать ететін таксистігіне барады, базарда жұмыс істейтіні өзінің базарына барады. Яғни, әр еркек азанда көшеге шығады, халал ризық несібе іздейді, бүкіл күш қуатын салып халал ризық несібе іздеуге әрекет жасайды. Бірақ кешке таман Алла субхану ва тағала қалағанынша мөлшердегі ризық береді. Сол қалағанынша мөлшердегі берген ризығын қолына түскен кезде, альхамдулилля, маған Алла разы болып берген нәрсе осы екен деп айтып, соған разы болуы, Аллаға шүкір етуі, бұл тағдырға иман келтірген нағыз мұсылманның белгісі болады. Ал енді азанда көшеге шықпастан үйде отырып, енді Құдай маған берсін деу, ол шариғат құптайтын амал емес. Не болмаса, азаннан кешін жұмыс істеп, кешке таман бір онша емес ақша тапқан кезде, мен ананы биткенді бұлай болар еді, мынаны биткенді бұлай болар еді, деп өзінің қолына түскен нәрсеге налу, бұл да шариғат құптаған нәрсе емес. Шариғат құптайтын нәрсе не? Азында тұрамыз, бисмилля деп жұмысымызға қарай шығамыз, әркімнің өмірде арнайы өздерінің жұмыстары бар, сол жұмыста ең көп ақша табатындай, ең көп мал табатындай халал жолмен әрекет жасаймыз, соңына барған кезде, соңына берілетін қаражат бар ғой, сол қаражат қолымызға тиген кезде, Алла, мынау сенің маған бүгінге бөлген ризық несібең осы, мен осыған разымын, альхамдулилля деп оны аламыздағыны, ертесі күнге тағы да дайындықты баста жібереміз. Осы бүгінгі жасаған қателіктерді, мынау бұлай болған, мен анаға сатып жібергенімде бағана, одан да қымбат кететін еді, анаған бергеніңде одан жақсы болар еді, ананы бұлай жасағаныңда керемет пайда табатын едің деген сияқты егерде деген нәрсені не қылмаймыз өмірімізде істетпейміз. Қателіктермен қалай жұмыс жасаймыз? Мен бүгін сауда барысында бір қателікке жол бердім де, сол қателіктің нәтижесінде кішкене ақша аз болып қалды маған. Мен енді бұлай жасамайым. Мен сол қателікті жасамағанда маған мынанша келеді деп айтпайым. Мен мынау қателікте бізде осынша ақша аз болып қапты. Енді иншалла ертең бұл қателікке жол бермеуге әрекет жасайым деймін да, соған қарай әрекет жасайым. Өйткені қазіргі уақытқа дейінгі болған нәрсенің барлығы өтті ғой біздің артымызда. Бұның барлығы Аллах тағаланың бізге бөліп берген нәрселері. Бұған біз наразы болсақ, бұған біз налысақ, бұл бұлай болмау керек еді, бұл бұлай болу керек десек, Аллаға ақыл үйреткен боламыз. Алла, сен негізі бұны бұлай жасадың, бұлай жасасаң болмайды, бұлай жасасаң маған жақсырақ болатын еді, деп ақыл үйреткен боламыз. Бұл уақытқа дейінгі нәрсе бізден кетті. Біздің бұған ешқандай неміз жоқ, енді қайтып оны өзгерте алмаймыз, істей алмаймыз, жаңағыдай оңалта алмаймыз. Және соған разы боламыз. Ал енді осыдан алдыңғы нәрселер маған не берілетін білеміз бе біз? Білмейміз. Ондай болса, осыдан алдыңғысын ең жақсы көріністе өткізуге әрекет жасаймыз. Әрекет жасадық,
әрекет жасағанымыздан кейінгі бізге берген нәрсеге Аллаға не істейміз? Разы боламыз. Міне бұл тағдырға иман келтірген нағыз момын мұсылманның өмірлік ұстанымы осындай болады.